Достар, сабақ бөлініп кетті. Яғни менде бір жағдайлар болып, сабақты екіге бөлуге тура келіп тұр. Олай болса, екінші бөлімге қош келдіңіздер деймін. Және бұл бөлімде не қарастырамыз деген сұрақты енді ары қарай жалғастырып көрейік. Жаңа айтып өткендей, осы Linux-тың екі тармағы бар дедік. Яғни біріншісі коммерциялық қызмет көрсетіледі және қолдау көрсетіледі деп айттық. Және екіншісі бұл қауымдастықтың қызметі және қауымдастық көмек көрсету нұсқалары. Енді бізде Linux-тің не екенін білдік, Linux-тың дистрибутивтарымен қысқаша таныстық. Бізде заңды сұрақ туындауы мүмкін, енді біз қай Linux дистрибутивін сабақтың келесі барысында талдаймыз деген. Олай болса, мен осы Linux-тың дистрибутивтарын тағы да кішкене қалай дамитынын, бүгінгі таңдағы қалай өзгеріске ұшырағанын талдайтын слайд дайындап қойдым. Осы слайдқа назар аударайық. Мысалы, Linux-тың Wikipedia парақшасында мына жерде Copyright, Trademark және Naming деген бөлімінде қызықты мағлұмат берілген екен. Осы мағлұматты мен көшіріп алып, осы слайдқа енгіздім және осы жердегі мағлұматтарға назар аударайық. Қарап отырсаңыздар, 2011 жылы мамыр айында Linux-тың бір дистрибутиві мысал ретінде алынып, оны зерттеу жұмыстары жасалған екен, және ол жердегі осы кодтардың алатын мөлшеріне назар аударылыпты. Яғни біз айтып кеттік, Linux-тың ядросы, жалпы Linux дистрибутиві осы Linux ядросынан, сондай-ақ GNU компоненттері, яғни GNU кодтарынан тұрады дедік. Олай болса, осы 2011 жылы дистрибутивта GNU компонентінің коды 8 бүтін, яғни 8 немесе 13 пайыздың арасында болған екен. Және Linux ядросының алатын пайыздық көрсеткіші 9 пайызды құрастырған екен. Және де осы дистрибутивті шығарушы компанияның немесе топтың қосымша бағдарламалар жиынтығы жуық шамамен 75-85 пайыз деп жоспарлауға болады. Яғни, қарап отырсаңыздар, алғашқы нұсқаларынан кейін дамыған Linux ядросы мен GNU компонентінің өзі бүгінгі таңдағы Linux дистрибутивтарында жуық шамамен 20 пайызын құрастырады. Яғни, Linux-тың дистрибутивін шығарушы топтар ол өте үлкен өзгерістерге ұшырайтады, және де өздерінің көздеген мақсатына, сондай-ақ қолданылатын технологияларына, осы Linux-ті қолданатын аймағына қарай бағыттап икемдетеді. Және де мына жерде төмен қарай тағы бір слайдқа түсетін болсам, осы Wikipedia парақшасындағы көшірмені көреміз. Сол жерде 2011 жылы осы Red Hat Linux дистрибутивін тағы да зерттеу жұмыстары жасалған екен. Және бұл жерде байқағаны, осы Red Hat Linux дистрибутивында 30 миллион source код, яғни болған екен. Бұл осы Red Hat компаниясының қосқан үлесі. Және осы зерттеудің нәтижесінде тағы бір анықталғаны, осы 30 миллион кодты мысалы жазу үшін, және де Red Hat Linux-тың 2001 жылғы нұсқасын шығару үшін бір адам жұмыс жасаса, онда жуық шамамен 8000 жылдай уақыт керек деп жазылған болса керек. Бұны мен нақты білмедім, алайда осы Linux дистрибутивтарының бір адамның, жалпы жеке адамның немесе жеке кішігірім ұйымдардың жасап шығуына өте ұзақ уақыт кетеді. Және осы зерттеуде анықтағаны, бұл дистрибутивтің 71 пайызы C программалау тілінде жазылған екен. Қосымша бағдарламалар ретінде C++, немесе Lisp, Assembly Language, Perl, Python, сол сияқты Fortran тілдерін айтқан екен. Сондай-ақ басқа да Shell скриптеу тілдері қолданылды дейді. Және бұл жерде ең қызықты мағлұматтың бірі, мысалы Linux kernel, яғни Linux ядросы жуық шамамен 2,5 миллион қатар кодтан тұратын болды дейді, және бұл дистрибутивтің бар жоғы 8 пайызын құрастырды дейді. Яғни көріп отырғандарыңыздай, сіздердің дистрибутив таңдауларыңызға байланысты сол бағытқа икемделесіз. Және де кейінірек тағы бір осындай анализ жасайтын зерттеу жұмыстары жасалды дейді, және бұл жерде қолданылған осы Debian дистрибутиві, оның 4-ші нұсқасы алынды дейді. Бұл жердегі код тізімі 283 миллион қатардан тұрды дейді, және шынын айтқанда, көріп отырғандарыңыздай, бүгінгі таңдағы Linux дистрибутивтері өте аумақты код қатарынан тұрады, және шынын айтқанда, бұны оқып шығу, бұны зерттеу аса ерекше жағдай болмаса, қарапайым қолданушыларға мүлдем қажеті жоқ. Яғни сіз бір дистрибутивті талдайсыз, немесе бір бағытты талдайсыз, және сол бағытта жұмыс жасайсыз. Енді осы Linux дистрибутивін жасаушы компаниялар, ұжымдар не қосады деген сұраққа келетін болсақ, онда мына бір суретке назар аударуға болады. Яғни көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде Linux ядросы алынады, және оған қосымша бағдарлама ретінде, мысалы меншіктік application, яғни меншіктік бағдарламаларды айтуға болады. Соның ішінде драйверлер, сондай-ақ Adobe Flash Player'ды айтса болады екен. Сондай-ақ кейбір тегін бағдарламалар, мысалы LibreOffice немесе X Windows System дейді, және бұнымен кішкене кейінірек танысамыз. Сондай-ақ дистрибутивтің өзінің жеке бағдарламалары, мысалы Package Management,
немесе конфигурация жасау утилиталары, сондай-ақ дистрибутивтің мануалдары, сондай-ақ командалары, конфигурация жасау құжаттамалары, қызмет көрсету заңнамалары, яғни қарап отырсаңыздар, осы дистрибутивті шығаратын компания, ұйым немесе қауымдастық, осы Linux-тің ядросы, сондай-ақ GNU операциялық жүйесінен басқа бірнеше тағы да программалау тілін қолдана отырып, қосымша бағдарламалар қосады. Енді осы мамандардың, осы компаниялардың барлығы бірге ілесе отырып қосқан еңбек, яғни соңғы операциялық жүйе Linux дистрибутиві шығады. Сол Linux дистрибутиві нарықтағы орны қандай деген сұраққа келетін болсақ, онда мына жердегі мағлұматқа назар аударып көрейік. Яғни қарап отырсаңыздар, үстел үсті компьютері және лаптоп, яғни біздің көп қолданатын дербес компьютерлерде Linux-тің алатын орны қандай деген сұраққа келетін болсақ, онда 2015 жылы наурыз айындағы берілген мағлұматта бар жоғы Linux дистрибутивтары 1,5% құрайды дейді. Және де басым көпшілігі Microsoft Windows-ты қолданады дейді. Және де оның пайыздық мөлшері жуық шамамен 92% деген екен. Қалған 7%-ды енді басқа да операциялық жүйелердің бар екен анық, алайда Mac OS операциялық жүйесі 7%-ды құрастырады дейді. Яғни бұл жерде байқайтынымыз Linux-тің әлі де болса осындай дербес компьютерлерде қолдануы өте төмен деңгейде болып келеді. Және Қазақстан Республикасының аумағында осы Linux дистрибутивін қолданатын қолданушылардың пайыздық көрсеткіші бұдан да төмен болуы әбден мүмкін. Одан кейінгі берілген мағлұмат веб-сервер ретінде операциялық жүйенің қай нұсқасы кең қолданылады деген сұраққа келгетін болсақ, бұл жерде W3Cook мәліметтеме жасаған екен, және қарап отырсаңыздар, ең жоғарғы деңгейдегі 1 миллион топ домен есімі осы статистикаға алынған екен, және 2015 жылдың мамыр айында 97%-ға жуығы осы Linux негізінде жасалған дистрибутивте орнатылған деп мағлұмат берілген екен. Сондай-ақ Windows жуық шамамен 1,73% екен, және де FreeBSD 1,72%-ды құрастырыпты. Яғни қарап отырсаңыздар, бұл жерде басымдылық әрине Linux серверлерінде, соның ішінде Apache-дің арқасы деуге болады. Сондай-ақ сіздерде әрқашан осы мағлұматтар көрсеңіздер, жалпы суперкомпьютерлер, яғни ең жоғарғы деңгейдегі серверлік компьютерлердің, суперкомпьютерлердің 95%-ы Linux операциялық жүйесін қолданады деген мағлұматтарды көресіздер. Бұл жерден анық байқайтынымыз осы кең қолданыстағы, яғни үйде немесе офистарда жиі кездестіретін операциялық жүйе Microsoft Windows операциялық жүйесі екенін байқаймыз. Сол олай болса, Microsoft-тың операциялық жүйесіне өкінішке орай Linux-тың, яғни тегін операциялық жүйе әзірге шақ келмей жатыр деп анық байқауға болады, және оның себептері де бар. Бұны интернет аумағынан іздеп, яғни өздеріңіз қолданып көрсеңіздер де анық байқайсыздар. Microsoft Windows операциялық жүйесі бүгінгі таңда барлығымызға өте жақын әрі қолданысқа жеңіл операциялық жүйе болып саналады. Және біздің күнделікті өмірде, сондай-ақ жұмысты жасауға қажетті көптеген бағдарламалар Microsoft Windows операциялық жүйесіне негізделіп, осыған сәйкестендіріп жасалып жатады. Соған байланысты Microsoft Windows операциялық жүйесінің бұл жерде басып озып тұрғаны әбден түсінікті. Олай болса, келесі сабақтың келесі бөлімдерінде енді Linux-тің дистрибутивін егер осы үйде қолдануға немесе офиста қолданатын қарапайым түрін қарамасақ, онда Linux-тің қай дистрибутивін таңдаймыз және қай бағытта жылжимыз деген сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Олай болса, тағы да слайдтарға назар аударайық және осы жердегі берілген мағлұматтармен танысып көрейік.